Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызда біз дыбыстың қасиеттерін қалай пайдаланады деген тақырыппен танысамыз. Бүгінгі сабағымызда жануарлардың не үшін дыбыс шығаратынын білеміз. Енді оқулығымызға мұқият қарайық. Бұл оқулығымыздың 62-63 бетіндегі тақырып. Оқулығымызда қандай жануарлардың, құстардың суреттері бейнеленген. Дельфин, саршұнақ, бұлбұл, арыстан және әбжылан. Осы суреттегі жануарлардың дыбысын бір-бірімен салыстырып көріңдер. Әрбір жануар қандай дыбыс шығарады? Мен сендерге осы жануарлар туралы қысқаша мәлімет бере кетейін. Құр мен дельфин қандай жағдайда және қандай мақсатпен өз дыбыстарын пайдаланады? Дельфин басқа дельфиндер шығаратын дыбысты 10 километр қашықтықтан ести алады. Себебі дыбыс ауаға қарағанда суда тез таралады және жақсырақ естіледі. Құр әуелі үдемелі өсіп, сосын жайлап басылатын дыбыс шығарады. Бұл жердегі жыртқыш жайлы ескерту. Әбжылан мен бұлбұл қай кезде дыбыс шығару мүмкін? Олар ұялары бос емес болса, қауіпті ескерту, ара қашықтықты анықтау, бір-бірімен хабарласу үшін дыбыс шығарады екен. Мына суреттерде көргендеріндей, арыстан мен саршұнақ шығаратын дыбыстарының қандай айырмашылығы бар екеніне назар аударыңдар. Суретте көріп тұрсыңдар. Арыстан мен саршұнақтың жалпы дене бітімін салыстырып көріңдерші. Арыстан үлкен, саршұнақ кішкентай ғана. Арыстан басқа жануарлар жақындаса, өз аумағы екенін ескертіп, ырылдайды. Оның төмен дыбысты ырылы бірнеше шақырымға жетеді. Ал саршұнақ қауіп сезсе өзінің шиқылымен маңайындағыларға хабар береді. Жоғары дыбыс шығарады. Суретте көріп тұрғандарындай, жануарлар қалай естиді? Бірінші қандай сурет көріп тұрсыңдар? Екінші қандай сурет көріп тұрсыңдар? Бірінші көріп тұрғандарың елік. Елік Қазақстанның даласын мекендейтін өте жүйрік жануар. Ал екінші ит. Ит адамның досы. Сонымен қатар жеті қазынаның бірі. Үйді қорғайды, үйді күзетеді, малдарымызды күзетеді. Бұл жануардың пайдасы өте көп. Енді елік неге құлақтарын үнемі бұрып тұрады? Ол неге жақсы ести білуі қажет? Осы сұрақтарға жауап беріп көріңдерші. Себебі балалар, есту қабілеті жануарлардың өмірін сақтайды. Сол арқылы жауының жақындағанын дер кезінде ести алады. Ал иттерші, неліктен цирк үйретушілері иттер ғана ести алатын ысқырықтарды пайдаланады? Себебі адамдар біле бермейтін белгі береді. Немесе полиция иттеріне ысқырықпен қылмыскер білмейтін белгі беріледі. Сонымен қатар тек дельфиндер ғана емес, суда көп киттер бір-бірімен дыбыс шығару арқылы сөйлеседі. Олар бірін-бірі 1600 километрден астам қашықтықтан естиді. Ал дыбыстарының қаттылығы реактивті ұшақтың дыбысынан да күшті болып келеді екен. Дыбыстың қаттылығы ара қашықтыққа байланысты болады. Төмен дыбыстар жоғары дыбыстарға қарағанда алысқа жетеді екен. Енді сендерге үйге тапсырма.
зерттеу жұмысын жүргізу, жануарлар қай уақытта және не үшін дыбыстайды, сол жайлы мәліметтер табуымыз қажет. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда 62-63 беттегі дыбыстар қасиеттерін қалай пайдаланады деген тақырыппен таныстық. Соның ішінде жануарлар өздерінің дыбысын қандай мақсатта пайдаланатындығы жайлы білдік. Көбінесе жануарлар өз аумағын қорғау үшін, өзіне төнген қауіптен қорғану үшін осындай өзінен шығатын дыбыс қасиеттерін пайдаланады екен. Және олар бір-бірімен сөйлесу үшін осы дыбыстарды пайдаланады екен.